Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы замолкаем. Құрметті отандастар, сіздерді жеңіс мерекесінің 72 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл жеңіс бізге оңайлықпен келген жоқ. Бұл жеңістің астында миллиондаған адамдардың жаны, құрбандығы жатыр. Сол себепті бұл мерекені біз өз деңгейінде өткізіп, батырларымыздың, батыр аналарымыздың ерлігін дәріптеп, оны үнемі жадымызда сақтауымыз керек. Атырау қаласы Назарбай зияткерлік мектебінің жас сарбаз патриоттық клубы ұлы жеңістің 72 жылдығына орай үлкен мерекелік шара ұйымдастырып жатыр. Осы ұлы жеңіске жетуімізге үлкен үлес қосқан қазақ батырларымыздың ерен еңбегі және ерлігі осы біздің патриоттық клубта және түгел мектебімізде әрқашан дәріптеледі. Және де біз олардың еңбегін ешқашан ұмытпаймыз. Олардың әрқайсысы тарихта мәңгі өшпесте із қалдырды. Барша қазақстандықтарды алдымызда келе жатқан 9 мамыр ұлы жеңіс мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Биылғы жылы ұлы жеңісіміздің 72-ші жұлдызы толмақ. Қазақстан еліне, мемлекетімізге тілерім, аспанымыз ашық болғай, қара бұлт төнбесін, жұртымыз аман, еліміз тыныш болғай. Всех вас, кого оставил на земле, қанша адам кетіп қалды. Егерде олар болса, қанша дарынды адамдар шығар еді. Ғалымдар да шығар еді. Өндірісті де, шаруашылықты ұйымдастыратын керемет кемеңгер адамдар да шығар еді. Ұрпақ қанша сөйлесер еді. Қазақстандық халқы мүмкін, біздің Қазақстанда да көп адамдар шығын болды. Миллионға жақын 800 мың үсті шығарты адам кетті. Вот қанша адам қосылған болар еді.